Ассалаумағалейкум достар. Бүгін Audi 100 Quattro C4 автокөлігінің сыртқы гранатын ауыстыру алдыңғы. Ол үшін мынандай гранат алынды. Маркалы Audi 100 2.6 2.8 объемдық машиналарға бірдей болып келеді. Наружный граната. Комплектіде осындай нері бар. Ішінде дейтін комплектіде шрусы жоқ екен. Шрус өзіміз аламыз. Ол үшін бұны ауыстыру үшін біздер дөңгелекті түсіреміз. Дөңгелекті түсірместен бұрын алдын ала бірінші мына гранаттың ступичный болтты ағытамыз. Бұл 27 болт болып келеді. Және дөңгелекті ағытамыз. Содан кейін бір көтереміз. Кірісіп. Бұл гранатты түсіру үшін жаңағы шаруйды рычагты ағытуымыз керекпіз. Төменгі шаруйды ағыту үшін біздерде шаруйды болтыр жағы 16 болып келу керек, екінші жағы 17 гайка болып келу керек. Мына жерде дейтін шаруйды ағытып рычагты төменге түсіріп, ступицаны стойканы шығаруымыз керекпіз. Чтоб наружный гранатты бері қарата шығарып алу үшін. Енді ары қарата мына хомуттарын ағытамыз. Және ағытып болғаннан кейін мына жерге дейтін болтты бұраймыз. Жаңа ступичный болтты кері. Мына дейтін іші дейтін бойы сквозной болып кетті. Мына приводқа келіп шығып кетіп басына стопор кольцесі болады. Сонымен ұстап тұратын гранатты мынаны бұрау арқылы біздер дейтін бұл болт дейтін сүйемел ретінде пайдаланатын болып тұр ғой. Сонда граната дейтін сол стопор кольцеден өзі шығады. Қазір жалғастырамыз. Так, құрметті достар, жалғастырамыз. Телефон өшіп қалып қайтып қосып жатырмын. Мында дейтін енді гранатты жаңағы рычагты шаруйды ағыту арқылы мына жердегі рычагты мына стабилизатордың басын босаттым. Қайып төменге атып басу арқылы шаруйды орнынан шығарамыз да гранатты итеріп жанына ағыта шығарып аламыз. Гранат мына совсем қытырлап шашылып жатыр. Жүргенде өте қатты дауыс шығып. Ендігі жұмысымыз мына хомуттарын ағытамыз. Хомуттарын босатып, және мына жерге дейтін ступичный болттың өзін кері бұраймыз. Кері бұрау арқылы бұл дейтін съемный болт болып есептелінеді. Бір жағынан өтіп тұрған не сквозной, мынаның ортасы не көрсетейін. Міне мында қарасаңыздар, мына болтты бұрау арқылы мына жаққа шығып, мына жағына шыққанда неге тіреледі? Ортадағы скалкаға валға, приводной валға. Сол арқылы мына ішіндегі басындағы стопордың кольцеден шығады. Қазір кірісейік. Көрінеді деген ойдамыз сізге. Орнынан шығардық. Енді орнын тазалап, пыльнигін ауыстырамыз. Міне қарап тұрсаңыздар, ортасында мына жаңағы бұрған болтымыз шығып тұр.
Бұны кері атып алу керек. Дейміз. Бөлмеге шытынап жарыла бастаған. Әлі де жүретін түрі бар. Бізден ой болғандықтан жаңасын саламыз. Мына жерде ескі стопор көрсетті. Ауыстырып жібермеу керекпіз. Қарасаңыздар, ескі стопор көрсетті. Жапырылып майысып кеткен. Сізді ұшын алып келген. Неміз сағаны, айын соңға жеміз. Майға тұрмыз. Сізге жеміз. Қайтер жылып кетті. Енді бір жылып, қысы бақылы. Шақыру болады. Енді үлкен өріп кетті. Өзінің қамыты жақсы екен, сондықтан кері саламыз. Жаңа көрнекті салу үшін аздап жеңілдеп несіне май жағып жібереміз, жақсы кіріп кетуіне. Енді жаңадан стопор көрсетісін саламыз. Келген мынандай қамыттар, ыңғайсыз қамыттар тартуға, сондықтан ескісі жақсы болса, сол ескісін сала беремін. Міне салынды. Үлкендеу сияқты болып тұр. Дұрыс кіреді деп ойлаймын енді қазір. Bunu салу үшін бер жағынан ағашпен жеңіл соққымен кіру керек. Жаңағы стопор колечкосы үлкендеу болып тұр. Телефон соғып қайта-қайта айырылып қалып жатыр. Жай ғана жеңіл соққырмен ішіне стопор
өткізіп жібереміз. Бір тексеріп жібереміз. Дұрыс орналасқанын. Так, майдан тазалап жіберу керек. Мына көрінетін шет жақтарын. Шарабымыз түсті орнына гранатымызды бұраймыз. Стабилизатордың рычагқа бекітілетін жерін қатайтамыз. Балканы қатайтамыз. Так, 16 дұрыс қой. Және уже шаровойдың болтын тағып, шаровойды бекітеміз. Ар жағында дөңгелекті салып алып, және дейтін дөңгелек салып болғаннан кейін, дөңгелек тартқаннан кейін, ступичный болтты жақсылап тұрып тағы бір тартып жүру керек. Осымен сыртқа гранатты жинаудың жұмысы бітті. Өздеріңіз пікірлеріңізді қалдырыңыздар, сіздер қалай істер едіңіздер. Менде аздап қиындықтар туды. Мына дейтін стопорный кольцода өтпей, стопорный кольцосы келген, өзімен бірге келген комплектідегі кольцосы өте үлкен болды. Және дейтін ашық болды. Мен соны дейтін барынша қысын қарап нетіп, бас жақтарын нетіп, майыстырып, себебі дейтін гранатты салған кезде екі жақ басы жоғарыға та көтеріліп, кептетіліп қалуымен болды. Сондықтан бастарын екі жағын бастарын еңкіреп жүрдім. Солай жайға содан кейін барып ағаш қойып арғаты соққанда жеңіл кірді. Ар жағын көргеніңізде балка стабилизаторлар бәрі қатты тұрғанда дейтін басу төменгі басып шаровойды орнына ступицаға келтіріп салу қиын. Сондықтан дейтін мен мына рычагтың 16-ға болтын аздап босатып төменге түсірдім. Мына балка стабилизаторды босатып қойдым.
И сол арқылы төменгі ата уам арқылы басып, мына гранатты келтіріп алып, мына басын іліктіріп алдым да, сосын барып итеріп шаруайды орнына түсірдім. Енді шаруайдың болтын тағып, ары қарата қатайту керек. Сіздер қалай істер едіңіздер? Істеген болсаңыздар, өздеріңіздің тәжірибелеріңіз болса, комментарийға жазып бөлісулеріңізге болады. Уақыт бөлгендеріңізге рахмет көп. Келесі кездескенше.